Менің атым Мектовна. Мен Шпига ауылдық округі әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің әкімнің міндетін атқарушымын. Бүгін біз 2026 жылдың 27 қаңтарында МТС металл жауапкершілігі шектеулі серіктестігі үшін Абай облысы Аягөз ауданында орналасқан М44-125, 10D5A15, 20-24-25 және М44-125, 10D5B, 11-16-21, М44-125, 10D5G 1-2 лицензиялық блоктарында қатты пайдалы қазбаларды барлау жоспарының әсер етуіне экологиялық рұқсат алуға арналған материалдар бойынша кездесуге жиналдық. Жалпы тыңдауларды өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес төраға болып жергілікті атқарушы органның өкілі тағайындалады. Яғни мен қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Чубикова Нина ашық дауыс беру арқылы сайлауды ұсынамын. Дауыс берейік. Қолдау көрсеткендеріңіз? Баршаңыз қолдайсыздар, иә? Қарсы ешкім жоқ. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып Чубикова Нина тағайындалды. Күн тәртібін ұсынамын. Есеп түрінде жоба материалдарын қарау. Ұсынылған уақыт шегі 10 минут. Сұрақтар мен жауаптар. Кез келген адам баяндамашыға сұрақ қойып, жоба бойынша өз пікірін айта алады. Ұсынылған уақыт шегі 10 минут. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау және жабу. Ұсынылған уақыт шегі 5 минут. Регламенттің бекітілуіне қолдау көрсеткендеріңіз барлықтарыңыз қолдайсыздар, иә? Немесе қарсы ешкім жоқ. Дауыс берулеріңізді сұраймын. Дауыс беру қорытындысы бойынша регламент бекітілді. Ибрагимов Серік, баяндамаңызды оқуыңызды сұраймын. Баяндама МТС металл жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің барлау алаңы Абай облысы Аягөз ауданында орналасқан. Жақын маңдағы тұрғын үй құрылысы бұл Шпиг ауылы қарастырылып отырған учаске аумағынан 25 километр қашықтықта шығыс бағытта орналасқан. Ертіс бассейндік инспекциясы деректеріне сәйкес жұмыс учаскесіне су объектілері жоқ. Барлау учаскесінің аумағына ең жақын су объекті Ащы су өзені болып табылады. Ол солтүстік батыс бағытта 1050 метр қашықтықта ағады. Осылайша барлау учаскесі су қорғау аймағы мен су объектісі белдеуінің шекарасына түспейді. Жұмыс учаскесінің мемлекеттік орман қоры және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінің шекарасының тыс орналасқан. Сондай-ақ бұл аумақ Қазақстан Республика Қызыл кітабына енгізілген сирек кездесетін жойылып бара жатқан жануарлардың мекендеу орны және көші-қон жолдары болып табылмайды. Учаскені барлау 2019 жылғы 15 қаңтардан барлауға арналған лицензия негізі жүзеге асырылатын болады. Бұл лицензия 2025 жылғы 28 қаңтарда 5 жылға ұзартылды. Негізі нақты геологиялық міндеттер, кен орнының геология құрылымы, морфология және кен денелерінің ауданы мен тереңдігі бойынша тарауы нақтыланады. Барлау бейіндері бойынша қималар нақтыланады. Кендердің заттық құрамы мен қасиеттерін зерттеулері, кен созылу мен құлау бойынша сапасын өзгеру бойынша жаңа деректер алынады. Көршілес қазбаларда кен денелерін литологиялық байланыстыру жүзеге асырылады. Учаскелердің инженерлік геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлары нақтыланады. Кенді геологиялық, экономиялық бағалау үшін деректер алынады. Жоғарыда аталған міндеттерді шешу үшін жоба геологиялық барлау жұмыстарын мұндай негізі кешені көзделеді. Барлау жыраларын өткізу, бұрғылау жұмыстары, сынамалау және зертханалық жұмыстар, топографиялық геодезиялық жұмыстар, камералдық жұмыстар, өзге де жұмыс түрлері. Барлау жұмыстарын жүргізудің жалпы мерзімі 4 жыл.
Ол 2026-тан бастап 2029-ға дейін жылдары. Дала жұмыстарын жүргізу кезеңі 26 жылдан бастап 29 жылға дейін көктемгі күзгі кезеңдері жалпы жылына 5 ай жүргізіледі. Топографиялық, геодезиялық жұмыстар қолданыстағы және геологиялық карталарды жасау және түзету үшін жүргізіледі. Іздеу бағыттары. Олар сипатталатын алаң шегіндегі іздестіру бағыттары масштабпен лицензиялы блоктардың барлық алаңы бойынша барлығы 120 километр. 20 погонных метров маршруттар өтеледі. Тау-кен жұмыстарын жүргізу каналдарды қазу болып табылады. Жаңа кен денелерін табу және белгілер кендерді контурлау мақсатында барлық дерлік аймақтарды каналдармен ашу жоспарланады. Олардың ұзындығы 10-30 метрге дейін, тереңдігі 1 метрге жуық. Минералдандырылған аймақтардың перспективаларын анықтау үшін каналдар 160-240 метрге дейін сайын жүргізілетін болады. Каналдарды жалпы ұзындығы 880 погонный метр. Ұңғымаларды бұрғылау алтын кенін минералдауының тереңдікке таралуын зерттеу және өнеркәсіптік кен денелерін контурлау мақсатында жүргізілетін болады. Ұңғымалардың орташа тереңдігі 50-100 метр. Бұрғылау борт-лангир HQ снарядымен жүзеге асырылатын болады. Бұрғылаудың бастапқы диаметрі 132 мм, соңғы диаметр 95-6 мм. Іздестіру бұрғылауын жүргізу үшін көлбеу ұңғымалар бұрғыланады. Ұңғымалардың көлбеу бұрышы мен тереңдігі маршруттар мен жыралық жұмыстарды жүргізу қорытындылары бойынша айқындалатын болады. Бұрғылаудың жалпы көлемі 600 погонный метр. Барлық қазбалар сыналатын болады. Сынамаларды өңдеу және талдау жұмыстарын барлық түрлері аттестаттаған зертханада орындалады. Талдамалық жұмыстар минералды қамтиды, спектралдық талдау жүргізу, химиялық талдау жүргізу, петрографиялық, минералогиялық зерттеу жүргізу. Жобада геологиялық барлау жұмыстарының нәтижелері туралы есеп жасау және минералдық ресурстар мен қорларды бағалау туралы есеп жасау үшін камералдық жұмыстар көзделген. Қатты пайдалы қазбаларды барлау жүргізу қандай да бір су объектілерін су қорғау аймақтары мен белдеулерін тыс жүргізілетін болады. Қатты және жүрісті сулардың ластауын болдырмау үшін мұндай су қорғау іс шаралары көзделеді. Қатаң түрде тек бөлінген лицензиялық алаңда жұмыстар жүргізу, машиналар мен механизмдерге отын мен май құю, жанармай құю станцияны жүзеге асырылатын болады. Карьерлік техника, экскаватор, бульдозер, май құюды автомай құюшы жабдықталған тапаншамен жүзеге асыратын болады. Жөндеу жұмыстары және техника мен көлікті жуу техникалық қызмет көрсету станциясына жүзеге асырылатын болады. Жұмыстарды жүргізу кезінде пайда болатын құрылыс және тұрмыстық қоқыстарды тастаудың алдын алу. Жоғарыда аталған факторлардың барлығы жұмыс жүргізу кезінде жерасты және жүрісті сулардың ластауының жоқтығын куәландырады. Жұмыскерлерді ауыз сумен қамтамасыз ету үшін бөтелке ауыз суды жеткізу көзделеді. Шаруашылық фекалды ағындарды жинау үшін жұмыс учаскесі тұмшаланған сыйымдылық түрінде жинақтаушы сұйық
жинағышы бар биодәретхана орнату көзделген. Жұмыстарды жүргізу барысында пайда болған қалдықтар мен контейнерге жинақталады және жинақталуына қарай мамандандырылған ұйымдармен шарт бойынша әкетіледі. Жоба бойынша барлық жұмыстардың бөлінген лицензиялық алаң кешінде ғана жүргізіледі. Жобада қосымша жер алу көзделмеген, лицензиялық алаң шегін тыс жұмыстары жүргізуге тыйым салынады. Осылайша барлау жүргізу жақын маңдағы елді мекендердің халқына әсер етпейді. Қазақстан Республикасының су және экология кодекстерінің талаптарын сақтаған кезде барлау жұмыстарын қоршаған ортаға елеулі теріс әсер етпейді. Жоба іске асырылған кейін кәсіпорын көзделіп отырған қызметті іске асыру барысындағы нақты әсерлерге жобалық талдау жүргізуге міндеттенеді. Баяндама үшін көп рахмет. Баяндамашыға сұрақтар қойылып, жоба бойынша өз пікірлеріңізді білдіре аласыздар. Ана қазған жерлерді қазасыздар ғой, Иә, зерттеу зерттеуден соны сіздер қазып болғаннан кейін ана рекультивация. Иә, қайтадан орнына келтіресіздер ме, қалпына қайтадан? Обязательно. Оны обязательно ана қазылып корочканы алғаннан кейін қайтадан орнына келтірсеңіздер. Обязательно. Бұл барлығы неме заңды түрде істелінетін нәрсе, ашылатын, көмілетін жерлер болған кезде бәрін көміп, жауып, қайтадан орнына келтіріп, бәрін реттеп қоямыз. Басқа сұрақтарыңыз болмаса, жоба қолдауға қолдау немесе қарсы дауыс беріңіздер. Қолдайсыздар? Қолдаймыз. Жоқ, қарсы беріңіз, қолдаймыз. Қарсы білдіргендеріңіз жоқ болса, дауыс беру нәтижелері бойынша қоғамдық тыңдаулар аяқталды және жабылды деп жариялайды. Все.